Мен Толымбет Құдайберген Тұрсынбайұлы, Қызылорда қаласы 253-ші орта мектептің алғашқы әскери дайындық пәнінің мұғалімімін. 6 наурыздан бері өрлеу біліктілік арттыру ұлттық орталығының филиалының Қызылорда облысы бойынша педагог қызметкерлердің біліктілігін арттыру институтында алғашқы әскери дайындық жүйесіндегі оқушылардың бойындағы қазақстандық патриотизмді қалыптастыру амалдары тақырыбында біліктілігімізді арттырып жатырмын. Курс барысында Қожамбердиев Баймырзағай, Орманов Ораз Алтайұлы, Құсейінов Серік Әбсадықұлы, Қозбақова Айгөл, Асанов Серік Асанович, Айгерім Бақытқызының оқу процесіндегі жаңа технологиялар туралы дәрістер тыңдап, білімді шыңдау үстіндемін. Теория мен практиканы қатар жүргізіп, біраз мағлұматтар алдым. Білім жетілдіру курсына келген ұстаздардың қауымына жаңа біліммен қаруланып алған білімдерін әрі қарай өз сабақтарында пайдаланады деп ойлаймын. Елбасымыздың жолдауында айтқандай, болашақта өркениетті дамыған елдердің қатарына ену үшін заман талабына сай білім қажет. Осы орайда біздің білімімізді жетілдірген институт оқушыларына және кураторымыз Баймырза Қожамбердіұлына алғыс білдіремін. Рахмет.